ИП-ны қалай тіркейміз? Бірінші мына госзакуп порталына кіреміз да. Сосын выбрать ключи басып, выбрать другой сертификат. Осы жерде Out RSA таңдаймыз. Паролін тереміз ключтің. Получить данные дегенді басамыз. Осында электронный почтамыз жазамыз. Және мына жерге қандай пароль көрсетеміз өзіміздің, соны жазамыз. Ұмыт қалмайды, пароль жазайық. Сосын қол қоямыз келісім шартқа. Қол қойған кезде RSA мен қол қоямыз. Подтверждаю данные басайық. Енді біздің электронный почтамызға не келеді? Ссылка сол бойынша біз өтеміз. Активация жасау керек электронный почтаны. Авторизацияны басамыз. Сосын қайтадан выбрать ключ. Жаңағы таңдаған ключімізді алып, сонымен кіреміз. Паролін тереміз. Сосын мына жерге жаңағы тіркелгендегі пароліміз жазамыз. Галочка қойып, ознакомлен с предупреждением. Войти басамыз. Сосын мынаны басып тіркелеміз. Қайтадан получить данныйды басамыз. Егер мұндай ошибка шығатын болса, қайтадан басу керек. Бұл жерде толтырылатынымыз мына нәрсе: электронная почта, контактный телефон, және мыналарды толтырамыз. Субъект экономики, адрес электронной почты жаңағы почтаны жазасыз, алдын тіркелген. Мына жерге домашнее хозяйство қойсақ болады. Сосын соглашениеге қол қоямыз. Және мына немен келісеміз, ескертумен. Міне енді біз тіркеліп болдық. Келесі біз енді банктегі счетымызды енгіземіз осында. Бұны екі жолы бар. Запросить деп басақ болады, я болмаса добавить счет деп басақ болады. Запросить десек, бұл өзі автомат шығады. Банк центр кредит, міне біздің ашылғаны, датасы тұр. По умолчанию галочка қоямыз. Данные руководителя деген жерге руководитель деп жазамыз. Сохранить. Лицевой счет, уведомление, бұның бәрі қажет емес. Контактный данныйды толтырамыз, адресімізді. Бұл жерде фактический адрес тұрады, енді бізге бұл жерде юридический адрес қосуымыз керек болады. Өзіңіздің регионыңыз таңдайсыз. Егер Алматы болса Алматы, басқа қалалар болса өзіңіздің қалаңыз таңдайсыз. Индексіңізді жазыңыз. Мына жерге міндетті түрде көше емес, егер микрорайон болса, микрорайон деп жазсаңыз болады. Және мына жерге телефоныңызды қайталайсыз. Сосын сохранить кнопкасын басамыз. Банк счет толтырдық, руководитель толтырдық, филиал қажет емес, қалған бәрі қажет емес. Данные налоговой задолженности дегенді тексеріп қойсаңыздар болады. Егер қарыздарыңыз болса, қатыстырмауы мүмкін. Біраз күткеннен кейін мынау шығады мына жерде. Результат дегенге бассаңыз көрінеді. Егер қарызыңыз болса көрсетіп тұрады, қанша қарыз бар екеніңіз. Қарызыңыз болса төлеп тастаған дұрыс. Осымен порталға тіркелу бітті.